сіздерме балалар? Бүгін бізде қазақ әдебиеті сабағы. Бүгінгі біздің сабағымызды ең бірінші ынтымақтастық атмосферасынан бастайық. Ол үшін маған өте қажет деген тренинг өткіземіз. Яғни сіздерге алдарыңызда бірнеше құндылықтар тұр. Сол құндылық сіздер өздеріңіздің бойларыңызға қажетті қандай құндылықты айтар едіңіздер. Соны барлығымыз тізбектеп айтып шықсақ. Маған қажет еңбекқорлық. Маған қажет дарындылық. Маған қажет төзімділік. Маған қажет сыйласымдылық. Маған қажет сабырлылық. Маған қажетті еңбекқорлық. Маған қажет дарындылық. Маған қажет төзімділік. Маған қажет қамқорлық. Маған қажет артықшылық. Маған қажет еңбекқорлық. Маған қажет төзімділік. Жақсы, рахмет балалар. Біз өткен сабақта Жүсіпбек Аймауытовтың Ақбілек романын өткен болатынбыз. Демек үй тапсырмасын пысықтау мақсатында сіздерге таза тақта әдісін ұсынамын. Тақтадан көріп отырғандарыңыздай бірнеше сұрақтар берілген. Сол сұрақтарды алып жауап беру арқылы біз тақтаны тазартуымыз қажет. Ендеше келіңіздер ортаға. Алтынай. Сұрағыңыз болыңыз. Жүсіпбек Аймауытовтың қазақ әдебиетінен алар орны қандай? Жүсіпбек Аймауытовтың қазақ әдебиетінен алар орны өте ерекше. Себебі ол алғашқы жазушылардың бірі болып, өзінің романында психологизм және әйел теңсіздігі тақырыбын қозғаған. Жақсы, өте жақсы, рахмет. Келесі Ерасыл. Бір сұрақты таңдағаныз. Жазушының қандай шығармаларын білесіздер? Ақбілек романы. Және қандай? Қартқожа романы. Жақсы, жақсы отыра ғой. Келесі бізде Шынар. Сұрағымыз болды. Ақбілек романының негізгі кейіпкерлерін атаңыз. Ең біріншіден Ақбілек романының негізгі кейіпкері Ақбілектің өзі, және де оның болашақ жары Балташ, және жеңгесі Ұрқия деп ойлаймын. Және ол жерде тағы да бастапқы деп айтса да болатын кейіпкерлер бар. Ақбала, әкесі Мамырбай. Жақсы, өте жақсы жауап. Рахмет. Келесі бізде Лина. Ақбілек романның негізгі идеясы не туралы? Ол жерде әйел теңсіздігі туралы айтылған болатын. Негізгі идеясы әйел адамның орнын, яғни әйел адамның теңсіздігін сақтау. Сол кездегі қоғамдағы ең басты мәселе болған. Жақсы, рахмет. Келесі Меруерт келе ғой. Соңғы сұрақ қалды бізде. Шығармаға мазмұндас қандай шығармаларды білесіздер? Яғни шығарманың идеясына ұқсас қандай шығармалар бар бізде? Бақытсыз жамал. Бақытсыз жамал, жақсы. Шұғаның белгісі. Шұғаның белгісі, жақсы, көмектесіп жатыр, иә, Шұғаның белгісі. Я қорған сүздің тізі деген сияқты шығармалар бар. Өте жақсы, тамаша. Рахмет балалар. Бүгінгі сабақ бойынша біз осы Жүсіпбек Аймауытовтың Ақбілек романын жалғастыратын боламыз. Бүгінгі сабақта қол жеткізетін оқу мақсатымыз әдеби шығармаға сюжеттік композициялық талдау жасау арқылы идеялық мазмұнын түсіну. Ендеше бүгінгі сабақ бойынша біз осы романдағы оқиғаларға тізбектеп сюжеттік композициялық талдау жасауымыз қажет екен. Ең бірінші жаңа сабағымызды бастамас бұрын сіздерге миға шабу әдісі бойынша сұрақ қойғым келіп отыр. Яғни Ақбілек шығармасын тарихи роман ретінде қарастыруға бола ма? Және неліктен? Кім жауап береді? Алтынай? Менің ойымша Ақбілек романын тарихи роман деп қарастыруға болады. Себебі бұл жерде біздің романның басында Ақбілек туған ауылға орыстар келіп, оларды қырып кетеді. Бұл үшін менде расыменде қазақты отарлау кезінде тарихта болған шынайы оқиға, иә? Жақсы, тамаша жауап. Сіздіңше роман идеясын қазіргі өмірмен байланыстыра аласыздар ма? Шынар? Менің ойымша романның идеясын қазіргі өмірмен байланыстыруға болады.
Себебі романның идеясы бізде әйел теңсіздігі деп айтылып тұр. Қазіргі таңда да ол өзекті мәселелердің қатарына кіретін мәселелер. Яғни қазіргі өмірде де әйел теңсіздігі мәселесі ауқымды бір тақырып болып саналады. Тамаша, жақсы, өте жақсы. Рахмет жауаптарыңызға. Сіздерге ең бірінші тапсырманы ұсынғым келіп отыр. Ең бірінші қазір назарларыңыз экранда болсын, сіздерге бейне жазба көрсетіледі. Балалар, енді сіздер жаңа бейне жазбаны көрдіңіздер. Енді осы бейне жазба бойынша сіздерге қарсы әдісі арқылы топтық жұмыс ұсынамын. Яғни сіздер тыңдаған бейне жазба бойынша ақпараттың барлығын қолданып, біз белгілі бір фигураны сұрақтарға жауап беру арқылы құрастыруымыз қажет. Демек, топтық жұмыс екі топқа бірден жаңағы фигура құрастырасыздар. Тез арада сұраққа жауап беру арқылы фигураларды құрастырып, топтасып жібереміз. Балалар, біз бүгінгі сабақ бойынша сабақтың өн бойында бағалау, яғни сандық сәуле арқылы өзімізді бағалаймыз. Мысалға, сіздерде Тарсия әдісі бойынша тапсырма берілді. Тарсия әдісі бойынша тапсырма толық орындалса 3 балды беріледі. Орташа көлемде болса 2, жаңағы ортадан төмен болса 1 балды иеленесіздер. Бізде екінші топ дайын болды. Екінші топтың жауабын естісек. Ақбілек романы қай ғасырдың жемісі? Ақбілек романы 19 ғасырдың. Жақсы. Тағы да? Шығармадағы Ақбілекке қамқор жағымды кейіпкер Оқия. Оқия, тамаша. Тағы бір сұрақ болды. Фабуласы бөлімімізде шығармадағы оқиғаны қысқаша баяндап мазмұндау. Яғни ол фабула екен. Жақсы. Бірінші топқа кезек берейік. Кім айтады? Психологизм дегеніміз не? Шығармадағы кейіпкер болмысының ішкі сезімін көрсету. Жақсы, тамаша. Келесі, Ақбілектің ауыр қағаздарын жеңуге көмектескен қасиеті қайсарлық, шыншылдық. Тамаша. Роман әдеби тек тұрғысынан қандай жанрға жатады? Эпостық. Жақсы. Тағы? Шығарма фабуласы дегеніміз не? Шығармадағы оқиғаны қысқаша баяндап мазмұндау. Мазмұндауды фабула дейді екенбіз. Өте жақсы. Демек, екі топта бізде жақсы толық жауап бергендіктен әрбіреуімізге сандық сәулеге 3 балды қояйық. Келесі біздің тапсырмамыз оқиға тауы әдісі бойынша жұптық жұмыс. Сіздер білесіздер, яғни қандай да бір шығарма ол сюжетке құрылады. Сюжет ол шығармадағы белгілі бір оқиға. Ал оқиғаның реттілігі бізде қалай қалады? Композиция. Өте дұрыс айтасыздар. Демек, біз Ақбілек романы бойынша сюжеттік композициялық талдау жасаймыз. Оқиғаның өрбу кезеңдері басталуы, дамуы, байланысуы, шиеленісуі, шарықтау шегі және шешімін анықтайсыздар. Демек, жұп болып, қазір бірге отырып, біз сюжеттік композициялық талдау жасаймыз. Жұмыс дәптеріңізді ашып, бүгінгі күнді жазайық. Бүгін бізде қарашаның 22-сі. Сынып жұмысы. Енді сюжеттік композициялық талдау деп біз талдауымызды дәптерге бірлесе отырып жұптық жұмыспен жазамыз.
Балалар дайын болса, тапсырмаңызды оқиын. Меруерт пен Сымбат. Оқиғаның басталуы, табиғат бейнесі, Алтай таулары, күріш маңғаты. Оқиғаның дамуы, жамандықтың белгісін сезгенде Ақбілектің сол көзін тартуы. Оқиғаның байланысуы, Мамырбай ауылына орыс офицерлерінің шабуыл жасауы. Және оқиғаның шиеленісуі Ақбілектің орыс ортасындағы өмірі. Оқиғаның шарттар шегі, Ақбілектің ажал аузында қалуы. Және оқиғаның шешімі Ақбілекке Балташтың кезігу және бар шындықтың ашуы. Жақсы, өте жақсы. Лина. Оқиғаның басталуы, Мамырбайдың ауылына басшылардың шабуылы. Оқиғаның басталуы, байланысуы, Ақбілектің Қарамұрттың қысуында болуы. Жақсы. Шиеленісуі елдің көмегімен елге оралуы және жүкті екенін анықталуы. Және шарттау шегі Ақбілектің қаладағы өмірі және Балташпен танысуы. Ал шешімі Ақбілек пен Балташтың қосылуы және де олардың ауылға келіп басшылықты келуі. Жақсы. Саян. Қосымшалық талдау Ақбілек романы. Басталуы, қорлық, байланысы, ауылға сыймау. Дамуы, үйге қайту, шиеленісуі, қаладағы өмір. Шарттау шегі, мен де махаббатқа лайықпын. Оқиғаның шешімі бақыт құрсағында. Құшағында. Жақсы, тамаша. Келесі. Оқиғаның басталуы, Мамырбайдың Ақбілегі. Дамуы, ауылға шабуыл, орыстар таласы. Байланысуы, Ақбілекті алып қашқан Қарамұртпен сүрген өмірі. Шиеленісуі, елге қашып оралу мен жүктілік. Шарықтау шегі, баладан бас тарту, Ақбілектің қаладағы өмірі. Шешімі, Балташ пен Ақбілек оқиғасы, су бетіне шыққан шындық. Жақсы, тамаша. Рахмет балалар. Келесі тапсырмамыз бізде жеке жұмыс тапсырмасы. Сіздерге зипгрейд әдісі бойынша жеке тапсырма ұсынамын. Яғни сіздерге бірнеше сұрақтар тұратын шығармамен байланысты сұрақтар бар, және де онда нұсқа. Сол нұсқаларды дөңгелектеп бояй отырып, біз дұрыс жауабын анықтауымыз қажет. Ендеше сізге тапсырманы жеке орында шығайық. Тапсырманы болды, келіп, Ерасыл тексерте берсең болады. Дұрыстап қояды, иә? Жақсы. Қосымша арқылы тексеріледі. Zipgrade қосымшасы арқылы тексеріледі. Сіз 10 балдың 10-ын алдыңыз. Тамаша, өте жақсы. Келесі. Görünüz ya. Bir sıraqtan qatelestiniz. 9-cu sıraqtan qatelestiniz. 9-cu sıraqtan mene. Durs emas. Сізде бір сұрақтан қателестіңіз. Кім болды тағы да? Мынаның жұмысын тексерейік. Үш қате болып тұр сізде. 7 сұраққа дұрыс. Алтын айтымын тексерейік. Алтынайдың сұрағында 10 сұрақтың 7-іне дұрыс жауап берген, 3 сұрақтан қателескенсіз. 3-ші тапсырмада сюжет сөзіне синонимде сөз, ол бізде оқиға болады екен, иә?
5-ші сұрақ бойынша романдағы Мамырбайдың ауылы қай жерде мекен еткен? Бұл бізде жауабы Марқакөл болу керек. Және 9-ші сұрақта Ақбілектің алғаш сүйген қосылмаған жігіттің есімі ол Бекболат. Міне осы сұрақтарды қате жіберген екенбіз. Жақсы балалар, өзіміздің қателігімізді түсіндік қой? Жақсы. Балалар, бізде енді сабағымызды бекіту мақсатында сіздерге экроним әдісін ұсынамын. Сіздерге Ақбілек сөзінің әр әріптері бойынша мағыналы сипаттама жазуымыз керек және оны оқуымыз қажет. Сөздердің бастапқы әріптен басталуын міндетті түрде ескереміз. Жақсы, жауабымыз дайын болса, демек айтайық. Сая. Ақбілек ақылды, қайсар, байсалды, ізетті, еңбекқор, кішіпейіл. Жақсы, тағы кім айтады? Алтынай айтам деп отыр. Ақбілек ақылды, қамқор, байсалды, ізетті, лебізді, ерке, кербез. Немесе кейіпкер десек де болады екен. Жақсы. Балалар, демек бүгінгі сабағымызды рефлексиямен аяқтайық. TikTok әдісі бойынша сіздердің алдарыңызда бірнеше қиындылар жатыр. Бұл жерде жүрекше сабақ ұнады десеңіздер, жүрекшені қазір тақтаға жапсырамыз. Айтарым бар десеңіздер, мына жүргені үшліктесі бар. Достарыммен бөлісемін десе, бағытты есіме сақтадым десе, жалаушаны біз жабыстырады екенбіз. Ал дайын болсақ келіп жабыстыра беріңіздер. Белгі арқылы жүрекше бізде ұнады. Бөлісемін. Өзіме сақтап қоямын. Осы бойынша өзіміздің сабақтан алған әсерімізді жеткіземіз. Балалар, рахмет. Демек бүгінгі біздің сабағымыздың сәтті өткенін байқап отырмыз. Себебі барлық оқушылардың басым көпшілігі бізде жүрекшені белгілеп отыр. Және бөлісіп, осы сабақпен бөлісетінін екі оқушы достарына бөлісетін айдар бойынша көрсетіп отыр. Енді келесі сабаққа үй тапсырмасын жазып алыңыздар. 64-ші бетте үйде орында айдар бойынша сіздерде тапсырма берілген. Сол тапсырманы орында келеміз. Бүгінгі сабақта белсене қатысқан оқушыларға рахмет. Сіздердің алдарыңызда сандық сәуле жатыр. Сол сандық сәуле бойынша әрқайсымыз өзіміздің ішінара балымызды айтып өтсек. Сая, бүгін қанша бал жинадыңыз? 9 бал жинадыңыз. Жақсы. Келесі Алтынай. 9 бал жинап отырмыз. Жақсы. Ернұр, сен өзіңе қанша бал қойып отырсың? Бүгінгі сабақтағы өзің жауап берген бойынша. Қаншаға жеттің деп ойлайсың? 7-ге жеттің бе? Жақсы. Келесі Лина. Сізде сандық сәуле бойынша қанша шықты? 8 шықты. Жақсы. Меруерт? 9 бал шықты, иә? Шынар? 9 бал шықты. Жақсы, тамаша балалар. Демек, бүгінгі сабақ бойынша сіздерге рахмет. Келесі сабақта кездескенше.